Түрі онша емес болса да мош екен. Әлемдік рейтингте 5 жұлдызға ие болған жаңа Kia компаниясының ұсынған көлігі Kia Tasman көлігі 2025. Бұл көліктің мінездемесіне тоқталып кетейік. Бұл 2 VD және 4 VD болып шығарылған, яғни артыңғы жетекті немесе толық жетекті болып шыққан 5 орындық және артында бортымен орналасқан нағыз шаруашылыққа, охота дейсіз ба, немесе барлық кейбір бизнес салаларына арналған нағыз жақсы шығарған көлік болып есептеледі. Грузоподъемность көлікте 1 тонна 200 килограмм заводской. Бұл бірнеше тоннаға дейін жай көтеруге болады. R18-дік көлемдегі дискілер және резиналары Kumo немесе басқа резиналар орналасқан. Әдеттегідей 360 камера сияқты бүткіл опциялары қарастырылған. Люк бар, салонды көрсетіп кетейін. Арты осындай 3 қатардан тұрады. Дверной карталарын қарасаңыздар, Jeep компаниясын еске түсіреді. Акустикасы Harman Kardon, бірнеше адамға арналған память сиденье. Коробкасы селектор, яғни рульдің астында орналасады. Керемет, бұндай пикап тәріздес көліктерге мұндай опцияларды тығу деген енді керемет. Мұнда 2 адамға арналған беспроводной зарядка бар. Барлық опциялар қарастырған. 4 VD-ны қоссаңыз болады, өшірсеңіз болады. Видеорегистратор, 360 камера. Бұл алдыңғы панельдердің барлығы американский Jeep компаниясын еске түсіреді. Екінші қатар бізде сол классикалық тәрізді, яғни 3 орыннан тұрады. Ортада қаласаңыз шынтақ тіреп, қаласаңыз мұнда кофеңізді, суыңызды қойып отырсаңыз болады. Артқы желдеткіш, артқы орындықты ысту, барлық опцияларды, климат контрольді арқадан отырып басқарса болады. Және де тағы бір ерекшелік, бұрынғылардың қалталарында бұл ашық қалта болушы еді. Қазір бұлар мектептегі ұстайтын сумка секілді, ішіне заттар салып, замауын жауып қойсаңыз болады. Артқы бөлігіне келетін болсақ, мұнда багажник осылай батырманың көмегімен ашылады, үлкен ауқымды багаж пайда болады. Ең басты ерекшелігі ешқандай көліктерге болмаған, мұнда 220 вольттық розетка орналасқан. Тағы бір ерекшелігі арқасында осындай ашылып жабылмалы ыдысшасы орналасқан, ішіне заттар салып қоюға болады. Капоттың астында 2.5 куб турбированный мотор, 281 аттың күші бар. Бұрын Хайлюкстардың жанкүйері едім. Қазір мынаны көргеннен кейін енді Хайлюкстар отдыхает.